Алматы облысы Райымбек ауданына қарасты Сарыбастау ауылында бір отбасының 4 бірдей мүшесі қайғылы жағдайда қаза тапты. Бұл суық хабар өңір жұртшылығын есеңгіретіп, ауыл халқын терең қайғыға батырды. Қара жамылған әулеттің қайғысына ортақтасқан жұрт бұл жағдайды ауыр қасірет деп бағалап отыр. Алдын ала мәліметтерге сәйкес қайғылы оқиғаның себебі ыстан улану болуы мүмкін. Дегенмен қазіргі уақытта бұл дерек ресми түрде нақты расталған жоқ. Құзырлы органдар оқиғаның шынайы себебін анықтау үшін жан-жақты тергеу жұмыстарын бастап кетті. Жергілікті Қонаев телеарнасының хабарлауынша қаза тапқандар 1955 және 1974 жылы туған екі ер адам, 1984 жылы туған әйел адам, сондай-ақ 1,5 жасар сәби. Марқұмдардың барлығы бір отбасының мүшелері болған. Олар елді мекеннен жырақта орналасқан оңаша қыстақта мал шаруашылығымен айналысқан. Отбасы мүшелерімен байланыс үзілгеніне бірнеше күн болған. Туыстары олардың жағдайын білу үшін қайта-қайта хабарласқанымен телефон қоңырауларына жауап болмаған. Күн өткен сайын алаңдаушылық күшейіп, ақыры жақындары арнайы іздеп баруға шешім қабылдаған. Үйге кірген туыстары ішке кірген кезде барлығының жансыз денесін тапқан. Бұл көрініс солар үшін үлкен соққы болған. Қайғылы жағдай туралы дереу аудандық полиция бөліміне хабар берілген. Оқиға орнына жедел тергеу тобы келіп тиісті жұмыстарды жүргізген. Қазіргі таңда марқұмдардың денелері сот-медициналық сараптамаға жіберілді. Сараптама нәтижесі олардың нақты неден көз жұмғанын анықтайды. Сонымен қатар құзырлы мекемелер үй ішіндегі пештің жағдайын, мұржаның тарту жүйесін, көмірдің сапасын және желдету жолдарын тексеріп жатыр. Ауыл тұрғыны Ерғанат Ақылдосов бұл жағдайға байланысты өз ойын білдірді. Бауырымыз сол жерде қорада мал бағып отырған еді. Соңғы рет 30 қаңтар күні ауылға келіп бензин құйып көлігіне жанармай алып кеткенін естідік. 31 қаңтар күні туған күні болған екен. Әдеттегідей кешкісін жатар алдында от жағады ғой. Сол кезде көмірі ұсақ болып пеш дұрыс тартпай қалған сияқты. Соның салдарынан түтін үйдің ішіне жайылған болуы мүмкін. Кеше барған жігіттер үйдің ішіне кіргенде ыстың иісі өте қатты болғанын айтты дейді ол. Ауыл тұрғындарының айтуынша бұл отбасы тыныш, көпке зияны жоқ, еңбекқор жандар болған. Олар негізінен мал шаруашылығымен айналысып, оңаша қыстақта өмір сүрген. Елмен сирек араласқанымен ешкімге жамандық жасамаған, көптің құрметіне ие болған. Қайғылы жағдай бүкіл ауылды қайғыға батырып, әсіресе 1,5 жасар сәбидің қаза табуы жұрттың қабырғасын қайыстырды. Көпшілік бұл оқиғаны үлкен қасірет деп қабылдап отыр. Қаралы хабарды естіген ауыл тұрғындары марқұмдардың туыстарына барып көңіл айтуда. Қазіргі уақытта жергілікті әкімдік пен әлеуметтік қызметкерлер марқұмдардың жақындарына моральдық және ұйымдастырушылық көмек көрсетіп жатыр. Сонымен қатар қажет болған жағдайда психологиялық қолдау көрсету мәселесі де қарастырылуда. Құзырлы органдар оқиғаның нақты себебін анықтауға күш салып жатыр. Тергеу барысында бірнеше нұсқа қаралуда. Соның ішінде пештің дұрыс тартпау мүмкіндігі, көмірдің сапасыз немесе ұсақ болуы, мұржаның бітелуі, желдетудің болмауы сияқты себептер тексеріліп жатыр. Мамандардың айтуынша қыс мезгілінде пеш жағу кезінде сақтық шараларын ұстану аса маңызды. Түтін шығатын мұржаның үнемі тазалануы, көмірдің құрғақ әрі сапалы болуы, бөлменің желдетілуі адам өмірін сақтап қалуы мүмкін. Бұл оқиға тұрғындарға тағы бір мәрте қауіпсіздік талаптарын еске салды. Қарапайым салғырттықтың өзі орны толмас қайғыға әкелуі мүмкін екені айтылып отыр. Қазіргі таңда қылмыстық іс қозғалып, барлық мән-жай анықталғанға дейін тергеу амалдары жалғасады. Ресми қорытынды шыққан соң оқиғаның нақты неден болғаны жарияланатын болады. Видеоны соңына дейін қарап шыққаныңыз үшін рахмет. Видеоға лайк басып арнаға тіркеліп қойыңыз және пікір алаңына өз ойыңызды міндетті түрде жаза кетіңіз.